Сабақ тақырыбы кездейсоқ жағдайдың сандық бағалау характеристикасы. Сабақ жоспары. Кездейсоқ шамалары және түрлері, қасиеттері. Екінші, кездейсоқ шаманың сандық сипаттамалары. Үшінші, кездейсоқ шаманы үлестіру функциясы. Элементар оқиғалар кеңістігі берілсін, яғни кеңістікте санның мәндер жиыны анықталған болса, онда осы оқиғалар үшін орындалған ықтималдық кездейсоқ шама. Санақты жиын мәндері бар кездейсоқ шаманы дискретті, ал мүмкін мәндер белгілі бір аралық болып келетін шаманы үзіліссіз кездейсоқ шама деп атаймыз. Яғни дискретті шама оған сандық мәні беріледі. Үзіліссіз кездейсоқ шама аралықта беріледі. Кездейсоқ шамаларға мынандай мысалдармен келтіруге болады. Тәуелсіз n сыныптардан тұратын ықтималдықпен оқиғасының пайда болу саны, бір цех өнімдерінің ішіндегі сапасыз бұйымдар саны, үшінші снарядтың ұшу алыстығы, телефон станциясына белгілі бір уақытта келіп түскен тапсырыстар саны, тағы басқа осындай мысалдарды көптеп келтіруге болады. Ал мысалдардан көріп отырғанымыздай кездейсоқ шама тәжірибенің нәтижесіне сандық сипаттамасы бар болады. Үзіліссіз кездейсоқ шамалар. Егер кездейсоқ шама өзінің мүмкін мәндерін берілген интервалда қабылдаса, және бұл мәндерді нөмірлеуге болмаса, онда бұл үзіліссіз кездейсоқ шама деп аталады. Яғни оның аралықпен берілгенді, яғни сандық мәні, нақты сандық мәндері болмайды деген сөз. Анықтама. Үлестірім функциясы деп кездейсоқ шамасының мүмкін мәндері тиянақты x санына кіші болып ықтималдығын айтады. Үлестірім функциясын fx арқылы белгіленеді. Анықтама бойынша fx px функциясына тең болу керек және интегралдық үлестірім функциясы деп атайды. Үлестірім функциясының негізгі қасиеттері. Px функциясы x a аралығында жатса, онда тең болады f-ның f-дан айырмасына. Екінші, fx2 үлкен fx1-ден, яғни мүмкін мән x2 үлкен болады, мүмкін мән x1-ден. Үшінші, x плюс шексіздікке ұмтылғанда fx-дің мәні 1-ге тең. Төртінші, x минус шексіздікке ұмтылғанда fx-дің мәні 0-ге тең болады. Үзіліссіз кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары мынандай болады. Бірінші, математикалық үміт mx деп белгіленеді. Минус шексізден плюс шексіз аралығында интегралы астында x мүмкін мәнінің fx функциясының дифференциалына көбейтіледі. Екінші, дисперсиясы dx минус шексізден плюс шексіз интегралында x мүмкін мәнінен математикалық үміттің азайтып, оның квадратын fx функциясының дифференциалына көбейтіледі. Жеңілдетілген формуласын мынандай түрде жазуға болады. Үшінші, орташа квадраттық ауытқуы, яғни сигма x тең болады түбір астындағы дисперсияның мәніне. Төртінші, каретті бастапқы моменті bk(x) тең болады минус шексізден плюс шексіз аралығында мүмкін мәнінің k дәрежесінің fx-дің дифференциалына көбейтіледі. Бесінші, каретті орталық моменті μx тең болады минус шексізден плюс шексізге аралығындағы x мүмкін мәнінен математикалық үмітті шегергендегі k дәрежесін fx-дің дифференциалына көбейткенге тең. Бұлардың барлығы да үзіліссіз кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамаларының формуласы. Дискретті кездейсоқ шаманың математикалық үміті деп, оның мүмкін мәндерінің сәйкес ықтималдықтарына көбейткенде қосындысын айтады. Яғни mx математикалық үміт x1 x p1-ге қосылған x2 p2 плюс x3 көбейтілген p3 тағы сол сияқты xi p-дің қосындысына.
Математикалық үміттің қасиеттері. Санның математикалық үміті сол санның өзіне тең. Математикалық ықтималдықтардың математикалық үміті қосындысының мүмкін мәндердің қосындысының математикалық үміті сол математикалық үміттердің қосындысына тең. Үшінші, мүмкін мәндердің айырымы математикалық үміті сол айырма математикалық үміттердің айырымына тең. Мүмкін мәндерді санға көбейткендегі математикалық үміт сол математикалық үмітті сол тұрақты санға көбейткенге тең. Ал мүмкін мәндердің көбейтіндісінің математикалық үміті әрқайсы математикалық үміттерді көбейткенге тең болады. Бұның барлық саны математикалық үміттің қасиеттері болып табылады. Дискретті кездейсоқ шаманың дисперсиясы деп оның математикалық үміт ауытқуының квадраттарының математикалық үмітін айтады. Яғни дисперсия dx тең болады, мынандай түрде жазылады. Сабақты бекіту есептері болады. Яғни дискретті кездейсоқ шама үлестерінің кестесімен беріледі, сандық сипаттамаларын табамыз. Яғни сандық сипаттамалар деп отырғанымыз сол берілген үлестерінің дисперсиясын табу, математикалық үмітін табу, шешуі. Математикалық үмітін табамыз, сәйкес мүмкін мәндерменен ықтималдықтардың ретін көбейтіп отырып қосамыз. Онда 0,4-ке тең. Математикалық берілген мүмкін мәннің квадратын математикалық үмітін табамыз. Ол 1,2-ке тең. Дисперсиясы dx тең болады 1,0,4-ке. Дәл осындай есеп дискретті кездейсоқ шама үлестерінің кестесімен берілген математикалық үмітті шешуі көз алдында етіп шешеміз. Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары. Кездейсоқ шамаларының түрлері, кездейсоқ шамаларға қандай мысалдар келтіруге болады, дискретті кездейсоқ шамалары, кездейсоқ және дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамаларын атап, математикалық үміттің және дисперсиясының қасиеттері, үзіліссіз кездейсоқ шамалардың сипаттамалары. Бұл сабақты бекіту және сабақты балалардың білімін меңгерген білімін тексеру сұрақтарын жатады. Сабақты бекіту есептеме және тест тапсырма арқылы жүргізіледі.